Қайырлы күн, құрметті менің алтын оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге өте кереметте песочный, яғни үлбіреп тұратын үй жағдайында печенье жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде ең маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті зат 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға салып, оның үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын, грамын, мөлшерін міндетті түрде сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Жасап жақындарыңызды, балаларыңызды қуантып қойыңыздар, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жұмыртқа мен құмшекеріміз мінеки араласып біркелкі массаға келді. Енді осының үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте ұн қажет болады. Ұнымызды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Содан соң 1 шай қасық разрыхителімізді салып, осы ұнның ішінде араластырып аламыз. Содан соң барлық ұнды бірден салып жібермей, бірнеше бөліктерге бөле отыра, осылай салып, венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Одан соң қолымыздың көмегімен қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамырымызды илеп алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде жаңа көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Мінеки біздің жұмсақ қамырымыз иленіп дайын болды. Енді осы қамырымызды пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бұл печеньеді мен жиі жасауға тырысамын, себебі менің балаларыма және жолдасыма өте қатты ұнайды. Дайын печенье дүкеннен сатып алғаннан, яғни үй жағдайында жасалған печенье өте дәмді әрі тойымды болады. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алдық осылай. Енді осы қамырымызды қолымыздың көмегімен дәл видеодағыдай дөңгелек формаға келтіріп алатын боламыз. Мінеки печеньелеріміздің барлығын дөңгелек формаға келтіріп, печеньедің формасын осылай шығарып алдық. Енді осы печеньеді құмшекерге батырып, яғни противеньге орналастырып алатын боламыз. 160 градуста пешіңізді қыздырып дайындап қойыңыздар. 15-20 минут аралығында пешіңіздің ыңғайына қарай печеньелерді пісіріп аласыздар. Барлық печеньелерімізді противеньге орналастырып алдық. Енді бізге осындай стакан, яғни бокал деп айтып жатамыз. Бокалдың көмегімен осындай сызықтар печеньедің әдемі көріну үшін осыны пайдалансаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің, яғни еріктеріңізге қарай әртүрлі формада шығарып әдемілік берсеңіздер болады. Бұл әрине өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Осымен менің печеньеларым 20 минут аралығында пісіп шықты. Өте дәмді, сонымен қатар песочный үлбіреп тұр. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Жасап, жақындарыңызды, балаларыңызды қуантып қойыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.